Сіздердің алдарыңызда мусака деген тамақ. Ең бірінші пиязды турап аламыз. Сосын сарымсақ. Қалаларыңыз бойынша майдалап турасаңыздар болады. Сосын баклажанды осындай домалақ қылып тураймыз. Қабағын алып тастасаңыз, қабығын нежный болады. Сосын сырымызды бөлек үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Пиязды қуыру жаңағыдай майға, зәйтүн майына қуырамыз, сосын сарымсақ қосамыз. Сосын фаршымызды қуыруға саламыз. Помидорды, яғни қызанақты майдалап турап алып, қуырылып жатқан фаршқа қосамыз. Орегanoдан қосамыз 2 шай қасық. Тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз. Бөлек ыдысқа майды ерітіп, сары майды, ұн қосамыз. Үш ас қасық ұн, сосын сүт. Жұмыртқа менен сырымызды араластырып аламыз. 3 жұмыртқа мен сырды дұрыстап араластырып аламыз да, осы қоймалжың сұйықтығымызға қосып жібереміз. Ыстықтай күйінде. Бірақ газдан өшіреміз. Газды өшіріп, жаңағыдай ыстық күйінде араластырып аламыз. Кәдімгідей созылмалы осындай қоймалжың зат пайда болады. Енді табамызға май жағамыз, ең астына баклажан, тұз себеміз, жаңағы фаршымызды саламыз. Дұрыстап жайып, тағы да баклажанды үстінен бір қабат қылып жасаймыз. Ең үстінен жаңағы қоймалжың құймамызды құямыз.